Отандық кәсіпкерлердің құқығын енді тікелей бас прокуратура қадағалайтын болады. Бүгін елордада бас прокуратура мен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өзара әріптестік туралы меморандумға қол қойды. Аталған құжат экономика саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және оларды жою жолдарын анықтау, кәсіпкерлердің құқықтарын қалпына келтіруге мол мүмкіндік береді. Сондай-ақ меморандум заңсыз тексерістердің де жолына бөгет болмақ. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 2500-ге жуық бизнес субъектілерін құзырлы органдардың негізсіз тексергені анықталып, кінәлілер жауапкершілікке тартылған. Сонымен қатар екі жақты сенім телефондарының қызметі мен кәсіпкерлер мәселелерінің картасы дайындалды. Биылғы жылы аталған жоба аясында кәсіпкерлік саласындағы заң бұзушылықтардың саны 10 есеге дейін төмендеген. Мобильдік топтардың жұмысының басты мақсаты ол кәсіпкерлердің құқықтары бұзылу туралы кез келген сигнал келіп түскен кезде барып мәселенің мән-жайын анықтау болып табылады. Бүгінгі күні ол мобильдік топтар жергілікті жерлерде өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Жаңа бас прокурордың атап өткендей 13 мың кәсіпкердің заңсыз құқықтарының бұзылуының фактілері алдын алынды.